күн. Бүгін тауға шығып бара жатырмын. Бұл жорықтың бір ерекшелігі, қасымда жалғызым, жора жолдасым, Демежан жоқ. Бірақ басқа адамдар бар. Сонда да бір адам жетпей тұрды. Барлығына қайырлы күн. Тағы да ойбай болу керек. Үлкен Алматы көліне жол тартып бара жатырмыз. Қазір қарашаның 13-і. Жалпы 4 мезгілде 4 түрлі түске ие болады. Өте сондай бір ерекшелігі бар. Бұл көлдің, жалпы Алматының, жалпы табиғаттың себебі әр кезде әр жер әр түрлі ғой. Сол менің бақылауымдағы, менің зерттеуімдегі деп айтайық, ең әдемі кезең ол қараша айы. Қараша айында қар жауып алғаш жауғаннан кейін, тауға қар жауғаннан кейін күн жылыйды. Міне сол кезде әдемі керемет көрініс болады. Сол көріністің біріне үлкен Алматы көліне жол тартып бара жатырмын. Жетіп қалдым. Сол. Шамалы жас өскесін ба, әлде көп рет келіп жүре берген соң ба, мына уже трубаға өнуді қойдық. Жолдың жиегімен жүріп келе жатырмын. Себебі негізінен алып қарағанда мына трубалар стратегиялық нысан болып табылады. Яғни мынау негізі, мынаның ішіне негізі су жүріп жатыр. Оның үстімен жүруге болмайды. Бірақ енді бірінші, екінші келген кезде, алғашқы келген кездерде өте қызық. Трубаның үстімен жүріп біраз. Қазір жолдың жиегімен жүріп келе жатырған жайым бар. Негізінен үлкен Алматы көліне жол жабық, бірақ мынандай енді машиналар жүріп жатыр. Олар жеке машина. Жоғарыға қарай астыдан адамдар тасып нәпақа ақша тауып жүрген адамдар. Негізінен жол жабық, ал Бауға дейін егер осылай жаяу шығуға ерінсеңіз, немесе физикалық шамаңыз жетпейтін болса, төмендегі осындай нелегал таксилерден қызметіне жүгінсеңіз болады. Жалпы алдағы уақытта в идеале Алатау әкімдігі ма, қалай айтсақ болады, иесі қожайыны алдағы уақытта осында экобастар жіберуі тиіс, міндетті деп ойлаймын. Себебі Алматыдағы туристердің саны артуда. Ертең жоғарыға машинаны көп жібере беретін болса, табиғатқа біз үлкен зиян тигіземіз. Ол яғни бірінші машина көп жүретін болса, выхлоп, яғни машиналардың түтіні. Содан кейін өздеріңіз білесіздер енді. Бір жерге адам қаптаса, қоқыс көбейеді, ластайды. Міне сондайды болдырмау үшін алдағы уақытта мына плотина ашылғаннан кейін менің ойым экобастар жібереді деген ойдамын. Машиналарға толық крест қойса өте күшті болады. Келдік ау үлкен Алматы көліне. Өзіміздің қазудың студенттері бар екен мұнда. Өмір мен өлім туралы жалпы айтатын болсам, сен өлгенмен әлем өзінің өмір сүріп тоқтап қалмайды. Қозғала береді. Сен жақындарың, туған туыстарың төмен қарай түсіп келе жатырмыз. Суретке түсу үшін, жақын көру үшін адамдар өте көп. Орекеңдер жүр. Негізінен бұл су, көл күзет, шекаралық күзет бақылауында. Себебі бұл стратегиялық нысан.
мына жерден әрі қарай шамалы ғана жүрсең Қырғызстан. Бірақ шекарашылар көрінбейді. Салғардық өзімізде. Сол неден басталған? Ал, біз бүгінгі межелеген жерімізге жеттік, суретке түстік, тамағымызды іштік, шайымызды іштік. Енді ақырындап жиналып жолға, үйге қайтуға қамтанып жатырмыз. Мына бір керемет әсем көріністі қимайсың. Ендігі бұл көріністі көру үшін тағы да 1 жыл керек. Сондықтан жақсылап тұрып көздің көрсе көзің тоймас деп көзімізді тойдырып тағы да 1 сәт бір шаймен шай ішіп отыра қарап осы көрініске есте сақтап күш жинап үйге бисмилля деп қайтатын боламыз. Қарағандарыңызға көп рахмет. Соңына дейін жеткендер болса тіпті керемет. Мені көбінесе бақылайтын, қарайтын менің жақын достарым. Сондықтан барлығына сәлем жолдаймын. Барлығымыз тауға шығайық, демалайық. Я всегда открыт к предложениям дейді. Сондай. Болмады бұл.